Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай әдемі қоян булочки нанын пісіретін боламыз сосискамен бірге. Балаларыңыз өте қызығып, сүйсініп жейтін болады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Ол үшін бізге керекті жылы сүтімізді құямыз және де тұзымызды саламыз, күншекерімізді саламыз және де ашытқы дрожжымызды салып, араластырып алып, еленген ұнымызды қосып, қамыр илейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен осындай жеңіл әрі оңай, ерекше рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Мінекей қамыр иленгеннен кейін ең соңынан кішкене шет май салып алақанымызға қамырымызды сол шет маймен тағы да бастырып шығатын боламыз. Және де қамырларыңыз көтерілгеннен кейін тағы бір көтеріп алсаңыздар әдемі болады. Мінекей көтерілген дайын қамырымызды алып, бізде сосискамыз бір пачкасында 10 штук болғандықтан, оны екіге бөлсек 20 штук шығады. Сол үшін де қамырларыңызды 20 бөлікке бөліп алсаңыздар, бөліктеріңіз үлкен болып кетсе де шықпай қалады. Мен 60-65 граммнан бөліп алдым, таразыға салып. Осылай бөліп дайындап аламыз. Қамырымызды жаңағы булочка жасауға дайындап аламыз. Енді түйу жолын көрсетемін. Қолдарыңызды кішкене шет маймен майлап алып, осылай қамырларыңызды ұзынша етіп жайып аламыз. Түйілу жолы өте оңай. Міне қарап, осылай түйіп аласыздар. Әдемі қояндарымыз дайын болды. Мінекей өте оңай түйілу жолы. Жақсылап көріп алсаңыздар. Тағы бір рет көрсетейін. Қолдарыңыз кішкене шет маймен майлап жіберіп, осылай біркелкі етіп жаямыз. Және әдемі қояндарымызды шығарамыз. Мінекей барлық қояндарымызды түйіп алғаннан кейін, біз қояндарымыздың екі көзін, мұрнын мен қара күңгіртпен жасадым. Көзі мен мұрнын салып алғаннан кейін, бетіне жұмыртқаның ағы мен сарысын араластырып жіберіп, бетіне жақтым. Және осы аралықта пештеріңізді 180 градусқа қосып, алдын ала қыздырып, 25-30 минутта біздің булочкаларымыз дайын болады. Әркімнің пешінің қызу деңгейіне қарай әдемілеп пісіріп аласыздар. Мінекей өте сүйкімді, ерекше қояндарымыз дайын болды. Мінекей жасап көріңіздер. Ас болсын.